ел тағдырын бәрінен биік қойған, ұлттың тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Осы ұлттық тұлға тұғырына көтеріліп аты аңызға айналған, тарихта есімдері қалған сан мыңдаған батырлар бар. Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібектен бастау алған батырлық үрдісі өз жалғасын тауып ұрпақтан ұрпаққа тарады. Қазақ жерінің бір сүйемі де осы батырлардың арқасында жаудың қолында кетпеді. Ел аузында жүрген жыраулардың жыр дастаны арқылы бүгінгі күнге дейін жеткен Алпамыс, Қобыланды, Қамбар батыр, Ер Көкше, Ер Сайын, Ер Тарғын, Күлтегін бастап өткен ғасырда өмір сүрген Жыралыбы, Жамбылдың Сұраншы батыр, Өтеген батыр сияқты дастандары батырлар жайында айтылған. Талай жаугершілікті бастан кешіріп, ол шеті мен бұл шетіне құс қанаты тағатын қазіргі кең байтақ өлкемізді, құтты қоныс ата мекенімізді ұлы жорықтарға батыр бабаларымыз білегінің күшімен, найзаның ұшымен қорғай жүріп бізге аманаттап қалдырды. Осы еңбек үшін халық биікке көтерген, ардақтап, аттарын аңызға айналдырған батырлардың ішінде әсіресе Абылай ханның бас қолбасшылары саналған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапрашты Наурызбай Біртөбе болса, тағы да осылардың қатарына бір шоғыр қазақ батырларының Қарасай мен Ағынбай, Саңырақ пен Тайлақ, Өтеген мен Сұраншы, Шойбек пен Райымбек, Бөлек пен Сатай, Жәнібек пен Тілеуке, Есенқұл мен Сватай, бертін келе ұлт азаттығы үшін күрескен Исатай Махамбет, Сырым, Амангелді мен Кейкі батыр сынды ақберендердің есімдері айрықша жарқырап көрінеді. Сондықтан осы аттары аталған айтулы батырлардың ел тағдырындағы тарихи орны мен олар жасаған ерлік жорықтарының мәні мен маңызы да бірнеше ғасырлар бойында ел жадынан бір сәтке де ұмыт қалған емес. Жалпы осы аттары аталған батырлардың болсын немесе әр ғасырда өмір сүріп, әртүрлі тағдыр кешкен, басқа да сандаған ұлттық деңгейдегі тұлғалардың қай-қайсысын алсаңыз да, олардың тұлғасы жайлы тарихты біздің заманымызға халық арасынан шыққан адамдар аңыз әңгіме қылып жеткізеді. Тәуелсіздіктің бағасын таразылағанда қазақ батырлары жасаған ерліктің, тарихи ерліктің құнын терең қадірлеуіміз қажет. Қазақ батырларының білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап қалған қасиетті кең байтақ қазақ жері бізге бүгінгі ұрпаққа мұра болып қалған басты игілік деп білуге міндеттіміз. Осы қазақ батырларының қаны тамған киелі жеріміздің қойнауындағы бар байлығымыз, тағы да осы батырларымыздың бізге аманат тапсырған қазынасы. Осыны бір бүгін көздің қарашығындай қадіріне жетіп, сақтай білуіміз парыз. Қазақ батырлары және олардың ел тағдырындағы тарихи орны дегенде, біз біріншіден олардың тереңінен тамыр тартқан туған жер, отан туралы идеясын бірінші қатарға қоюымыз қажет. Батырлар туралы бірде-бір халық мұрасы бұл идеяны айналып өтпеген. Туған жерді қорғау, сақтау, келер ұрпаққа аманаттау, ел бірлігі, ел ынтымағы идеясы бізге жеткен барлық тарихи мұралардың алтын арқауы.